Осыдан 4 жыл бұрын ауырып, осы мойындағы жұлынға инфекция түсті. Одан бері осы кеудеден төмен парализовать етіп, денемде жан болмай қалды. Медициналық оңалту не үшін жасалады? Біз активті пассивті жаттығулар жасап жатырмыз қазір. Яғни бұлшық еттерін жаңа қатайту ретінде атрофировать қалмас үшін жасап жатырмыз. Медсақтандыру бойынша оңалтудан қалай өтуге болады? Инсульттен кейін ерте реабилитациядан өтуге болады. Сосын 1-2 айдан кейін өзі демалып, үйде жатып. Мелкая моторика – это самый тяжелый труд. Ұсақ моторика ең ауыр жаттығулардың бірі. Ол қайталанатын жай қимылдардан құралған. Оңалту бұл кез келген күрделі операциядан кейінгі маңызды кезеңдердің бірі. Жалпы емнің қаншалықты нәтижелі өтетіні осы бір оңалту кезеңіне байланысты деуге болады. Армысыздар, эфирде диагноз бағдарламасы. Бүгін біз нейрохирургиялық операциялардан кейінгі жасалатын оңалту мен адамның өмір сүру сапасын жақсартатын заманауи технологиялар туралы айтамыз. Бұл науқас Искаков Аслан, яғни 2018 жылы мойын омыртқасына инфекция түсіп, содан бері осы 3-ші кезең ем алып жатыр осы біздің больницада. Аслан Ысқақовтың диагнозы миелит. Миелит бұл жұлынның қабыну процестерінің жалпы атауы. Аурудың симптомдары зақымдану деңгейі мен дәрежесіне байланысты болады. Көбінесе науқаста ауырсыну, паралич, жамбас қызметінің бұзылуы, сезімталдықтың төмендеуі сынды ауытқулар білінеді. Миелит диагностикасы неврологиялық тексеруді және белден пункция арқылы талдауға алынған жұлын сұйықтығын тексеруді қамтиды. Сондай-ақ диагностика барысында жұлынға КТ немесе МРТ жасалуы мүмкін. Осыдан 4 жыл бұрын ауырып, осы мойындағы жұлынға инфекция түсті. Содан бері осы кеудеден төмен парализовать етіп, денемде жан болмай қалды. Кейбір ашық ақпарат көздеріне сенсек, миллионнан бір адамда осындай жағдай болады екен. Сол миллионның бірі Аслан Ысқақов. Сирек кездесетін асқыну салдарынан ол қазір арбаға таңылған. Мидан жұлынға спинной мозгқа сигнал жібереді. То есть біздің қолымыз қозғалуы, аяғымыздың қозғалуы, жүріп тұруымыз бәрі жұлын арқылы өтеді. Сол жұлынға қай жерге инфекция тұр, сол жерге дейін сигнал барады да, ал инфекция тұрған жерден ары қарай сигнал жіберілмейді. Негізі бұл ер азамат өте ерекше жағдайды басынан кешкен. 4 жыл бұрын ол балаларынан қызылша ауруын жұқтырған. Содан соң жағдайы асқынып, аяқ қолы ұйып бастайды. Бір апта үйде емделгеннен кейін кейіпкеріміз ауыр жағдайда ауруханаға түсіп, 1 ай реанимацияда жатады. Ал оянғанда кеудеден төмен денесін сезбейтін болыпты. Диагноз менде миелит, энцефаломиелит дейді, өте сирек кездесетін диагноздардың түрі. Басында ауырған кезде осылай аяқтарынан бастап жан кете бастады, сонымен осы кеудеге дейін көтерілді. Одан кейін реанимацияға жатқызды, реанимацияда 1 айдай жаттым. Ол кездің өзінде қолдарымда саусақтарым қимылдай алмай, үйіп бәрі қолыма қасық ұстай алмай, дәріс ұстай алмай қалдым. Аслан Ысқақов 1-2 аптада аяққа тұрамын, бұрынғыдай жүріп кетемін деп ойлаған. Бірақ жұлынға түскен инфекциядан сал болып қалды. Содан бері арбамен қозғалады. Ал былтыр ол тағы бір күрделі емнен өтіп, қуығына нейростимулятор қойдырды. 1 жыл бұрын қуыққа нейростимулятор қойғаннан кейін, осы оңалту орталығына келіп, 3-ші кезеңде ем алып, осындай жаттығулар жасап, ем қабылдап жатырмын. Ұлттық нейрохирургия орталығында нейро оңалту бөлімшесі жұмыс істейді. Ол бас сүйек, ми, шеткі жүйке жүйесі жарақаттары және нейрохирургиялық операциялардан кейін туындаған асқынуларды емдеп, қалпына келтірумен айналысады. Бөлімше ересек науқастарға қызмет көрсетеді. Көбінесе пациенттер инсульттен кейін, немесе грижадан кейін, уже пациенттер операциядан кейін нейро оңалтуға өтуге болады. Кейбір пациенттер өзі тамақ іше алмайды, немесе сөйлей алмайды, өзі жүре алмайды. Сондықтан нейро оңалту бөлімшесі бізді ең біріншіден пациенттерге көмек беріп қызмет етеміз. Негізінен мамандар күнделікті дағдыларды, жүріс-тұрысты, отырып тұруды біртіндеп қалпына келтіруге көмектеседі. Ол үшін түрлі техниканы пайдаланып, емделушіге денесін сезініп, қимыл қозғалысын жақсартуға арналған жаттығуларды жасатады. Бас сүйек немесе ми операциядан кейін қиындықтардың нейро оңалту өткізіледі. Ең біріншіден емдік дене шынықтыру және физиотерапия, логопедпен жұмыс және психологпен жұмыс өткізіледі. Біз активті пассивті жаттығулар жасап жатырмыз қазір.
Яғни бұлшық еттерін жаңа қатайту ретінде атрофировать етіліп қалмас үшін жасап жатырмыз. Бұрын қатты қозғала алмады, қол аяғы жаңа. Қазір ақырын динамика жақсарып келатыр. Медициналық оңалту үш кезеңнен тұрады. Біріншісі ауру асқынып тұрған науқастарға хирургиялық ота жасатқан, жарақат алған адамдарға арналған. Ол стационарлардың құрылымдық бөлімшелерінде жүргізіледі. Егер ауруханаға жатқызу қажет болмаса, медициналық көмек көрсетілгеннен кейін және негізгі ауру емделіп болғаннан кейін пациент оңалтудың екінші немесе үшінші кезеңіне жіберіледі. Республикалық орталықта өтетін оңалту мен емханалық жағдайда өтетін оңалтудың екеуінің сапасы бір ме? Айта алмаймын оны. Инструкторлар бар ма, немесе физиотерапия отделениесі бар ма, сондықтан оны білмей тұрмын. Бар болса, сапасы онда жақсы болады. Оңалтудың екінші кезеңі мамандандырылған бөлімшелерде немесе республикалық денсаулық сақтау ұйымдары мен көп бейінді стационарларда өтеді. Бұл кезең ауру басталған сәттен бастап 9 ай ішінде жүргізілуі қажет. Курстың ұзақтығы мен жиілігі диагнозға, науқастың денсаулық жағдайына, тағы да басқа факторларға байланысты. Бұл жаттығуларды әрқашан күнде жасап тұру керек. Күніне бір рет болсын, егер де мүмкіншілік болса, негізі тоқтатпау керек жаттығуды. А то қатып қалады. Біз тек қана осымен тоқтамаймыз, бізде механотерапия, жаңа тренажерлармен айналысамыз, имитатор, велотренажер сондайлар. Үшінші кезеңде медициналық оңалту емхана амбулатория деңгейінде, күндізгі және тәулік бойғы стационарларда, оңалту орталықтарында, санаторийлер мен курорттарда, үйдегі стационар жағдайында сондай-ақ қашықтан жүргізіледі. Курстың жиілігі мен ұзақтығы пациенттің денсаулығына қарай белгіленеді. Настенная панель для эрготерапии используется. Мынау эрготерапияға арналған қабырға. Бұл пациенттерге қарапайым өмірлік дағдыларға қайта үйренуге көмектеседі. Инсульт алған немесе жүйке жүйесі зақымданған адам түймелерді салуға, киімнің замогын ашып жабуға қиналады. Соның бәрін қайта үйретеміз. Мұнда негізінен тұрмыста қажет заттардың үлгісі қойылған. Мамандардың айтуынша, пациент бұрын оңалтудан өтпесе тұрғылықты жеріндегі емханаға барады. Емдеуші дәрігер оны реабилитолог маманға немесе мультидисциплинарлық топ мамандарына жібереді. Олар аурудың пайда болуы мен күшеюі, сырқаттың денсаулық жағдайына қатысты мәліметтерді ескеріп, оңалту қажет пе, жоқ па соны айқындайды. Бастапқы реабилитациялық диагноз қойып, пациенттің денсаулығын қалпына келтіру жоспарын, оңалту курсының мерзімін анықтайды. САТ называется лесенка. Ал мынау саты деп аталатын жаттығу құралы. Бұл иық буындары немесе шындақ буындары зақымданған науқастарға арналған. Олар қолын жоғары төмен қозғалту арқылы буындарын жаттықтырады. Нейрооңалту бөлімшесіндегі ем шаралар кешені дәрі-дәрмекпен және дәрі-дәрмексіз терапиялардан құралған. Оларға массаж, рефлексті терапия, емдік дене шынықтыру жатады. Толық қалпына келе ала ма мұндай оңалтудан кейін? Неге байланысты мысалы? Нейрооңалту өз пациенттерінің өзіне байланысты. Өзі ниеті тұрам десе, өзім сөйлем десе, немесе өзім өз-өзіме көмектесем десе, осында ниеті болса, онда пациенттер өзі жүріп сөйлей алады. Бірақ толық қалпына айта алмаймын, енді өз-өзіне байланысты. Өйткені асқынулар өте көп. Оңалтудың бірінші кезеңінде науқаспен бірнеше маман жұмыс істейді. Алдымен ол емдік дене шынықтыру курсынан өтеді. Сосын физиотерапевт, логопед және психологтың қабылдауында болады. Бұған шамамен 7 күн кетеді. Инсульттен кейін ерте реабилитациядан өтуге болады. Және де 1-2 айдан кейін өзі демалып, үйде жатып, кішкене сосын тағы да екінші этап реабилитацияға алуға болады. Үшінші этап реабилитацияны уже амбулатория бойынша алуға болады. Инсульттен кейін активті-пассивті разработка жасалады. Және жүргіземіз ақын-ақын. Ең бірінші айтатын болсақ, бірінші отырғызып үйретеміз. Өзіңіз стандарттары бар, жаңағыдай. Отырғызып, сосын уже тұрғызып үйретеміз бір орында. Сосын ақын-ақын жүргізіп, активно жасатамыз жаттығуларды өзіне. Ұлттық нейрохирургия орталығында емделушілерді қалпына келтіру бағдарламасына бірнеше бағыт кіреді. Мысалы, бой түзеу, жүрісті қалпына келтіру, ұсақ моторика. Бұл жаттығулар науқастың аяқ қолдарындағы ауырсынуды азайтады, ми мен жұлын қан айналымын жақсартады. Ал психолог психоэмоционалдық көңіл-күйдің түзелуіне көмектеседі. Сайып келгенде бұның бәрі нейрохирургиялық емнен кейін өмір сапасын жақсартып, науқасты әлеуметтік бейімдеуге бағытталған. Мы проводим, например, разработку мелкой моторики. Мұнда біз ұсақ моториканы дамытамыз. Кішкентай темірлерді бұрау арқылы саусақтардың қимылын қалпына келтіреміз. Бауды байлау мен қақпақтарды бұрату арқылы да қолдың қимыл қозғалысын жақсартуға тырысамыз.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының мәліметінше мәмс жүйесі енгізілгеннен кейін былтыр оңалтуды қаржыландыру 2019 жылмен салыстырғанда 9 есе, яғни 55 миллиард теңгеге дейін ұлғайды. Пациент, если поступает у нас со спинального отделения, Егер пациент омыртқасы зақымдалса, емдік дене шынықтыру жасалады. Мен аяқ-қолға арналған жаттығуларды белгілеп, жалпы бұлшықет жұмысын жақсартатын гимнастиканы картасына жазып берем. Әрі қарай инструктор сол бойынша жұмыс істейді. Медициналық оңалтудың пациент денсаулығын қалпына келтіруде атқаратын рөлі зор. Жарақат алған немесе созылмалы аурумен ауырып тұрған пациенттердің күнделікті өмірге оралып қалыпты тіршілік етуіне септігін тигізеді. Бұрын көпшілік жағдайда ақылы түрде көрсетілген оңалту бүгінде сақтандырылған азаматтар үшін қолжетімді болып отыр. Әр науқастың әр жағдайына қарай бізге дәрігер нұсқауымен жазып береді. Сол нұсқаумен мысалы активті пассивті разработка жасаймыз. Мүмкіндігі шектеулі науқастарға әртүрлі жағдайларға байланысты біз әрқашан қасында боламыз индивидуально. Құлақ қалуы мүмкін, дұрыс жасамауы мүмкін, шығарып алуы мүмкін, сондай себепті. Қазір айналдырамыз. Алға қарай. Кей адамдар инсульттен соң жабылып қалады. Жақындармен сөйлеспей, аяқ-қолы сал болып қалғаннан күйзеліске ұшырап, физикалық ғана емес, психологиялық тұрғыдан да қиналады. Осындайда дәрігерлер нейрооңалту арқылы жан-жақта жәрдемдесуге тырысады. мы работаем упражнениями для нарастания силы внешконечных позвонков. Біз аяқ-қол күшін арттыруға арналған жаттығулар жасатамыз. Кейбір науқастардың координациясы бұзылған. Оған координацияға арналған жаттығуларды қосамыз. Активті пассивті разработкаларымыз бітті. Енді келесі жаттығымыз иық, буын, қол бұлшықеттеріне арналған жаттығуларды жасаймыз. Қазір тереңірек тыныс аламыз. Мұрнымызбен тыныс алып, аузымызбен шығарамыз. Қолымызды тік көтеріп, ақырын ашып жұмамыз қолымызды. Әр жаттығу кезінде мұрнымызбен тыныс алып, аузымызбен шығаруға тұрмыз. Дыхательный гимнастика. Дәрігерлердің айтуынша, миелитке хирургиялық ем жасауға келмейді. Тек дәрі-дәрмекпен пациенттің жағдайын бір қалыпты ұстап тұруға болады. Ал күнделікті жаттығулар аяқ-қол бұлшық еттерін жұмыс істетіп, буындардың қатып қалмауына көмектеседі. Содан кейін дәрігерлердің нұсқаулықтарымен қолға жаттығу жасап, қазір қолым жақсы, Аллаға шүкір, жұмыс істеп тұр. Барлық саусақтарына жұмыс істеп, тек қана осы кеудеден төмен денем сезбейді. Тәулік бойы денем бәрі үйіп тұрады. Қолмен жаттығу жасап, осындай нейрооңалту орталығына келіп, жылына 3 рет, 4 рет ем алып тұрам. Аслан Сқақов осы орталықта емдік дене шынықтыруды арнайы маманның көмегімен жасайды. Ал үйде жеңіл жаттығуларды қайталап отырады. Бұл қан айналымға да, науқастың жалпы жағдайына да жақсы. ЛФК инструкторлардың арқасында нұсқаулықтармен көптеген жаттығуларды көрсетеді. Соны тек қана осы жерге келгенде ғана жасамай, үйде де өзім күнделікті күніне кем дегенде 1,5 сағат, 2 сағат күніне 2 реттен осылай жасап тұрам. Және де осы нейроорталыққа келгеннен кейін осы жердегі тренажер залдарының көрген аппараттарды, тренажерлардың мүмкіндігі бойынша өзім үйге де алып қолданып жүрмін. Омыртқа жарығы бар науқастарға біз жеңіл жаттығулар жасаймыз. Операциядан кейінгі оларға активті где-то 30 минуттай ақырын өздеріне жасатамыз. Ал травмадан кейінгі пациенттер оларға көбінесе разработка. Главное, әр науқастың өзінің нақты аяққа тұрып кетемін деген өзіне сенімді болу керек. Оңалту пациенттің өтініші бойынша тоқтатылуы мүмкін. Сонымен қатар ем шаралардан кейін науқастың жағдайы нашарласа, немесе негізгі қосалқы аурулары күшейіп кетсе, дәрігер ем-домды тоқтату туралы шешім қабылдайды. Жаттығу жасамасам, кейде болады, бір ауырып қалған күндер болады, сол кездерде одан кейін қайттан жаттығуды бастағанда бәрін бір қайттан жаңадан бастаған сияқты боласың. Өйткені алдындағы жасаған жаттығулардан кейін қолдарымда күш кетіп қалады, аяқтарыма ойша сигнал жібергендерімді кейде болмай қалып, соны қайтадан бастау керек болады. Сол үшін әрқашанда осы жаттығуды үзбей жасауды жоспарлап отырам. Мүмкіндік болғанша күніне 2 реттен, 2 сағаттан, 1,5 сағаттан жасап, өз тонусты ұстап отыруға тырысам. Үйге де өзіме осы ЛФК инструктор шақырып, ол кісімен де күніне 1,5 сағат, 2 сағаттан жұмыс істеп отырам.
Қолымның күші қалпына келгені үздіксіз жаттығулардың арқасы дейді Аслан Ысқақов. Арбада отырғанына қарамастан ол бар күш жігерін жинап, істіге бастаған. Тігін машинасын сатып алып, бүгінде үйде өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Мелкая моторика – это самый тяжелый труд. Ұсақ моторика ең ауыр жаттығулардың бірі. Ол қайталанатын жай қимылдардан құралған. Қарапайым жаттығулардан науқастың іші пісіп кетеді, бірақ нәтиже науқастың қайрат жігеріне байланысты. Мысалы, қолдың қимылын қалпына келтіру үшін жарты жылға дейін уақыт кетуі мүмкін. Айта кетерлігі, жалпы медициналық оңалту тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде негізгі ауруды, сондай-ақ туберкулезбен ауыратындарды емдеу кезінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде аурулардың халықаралық жіктемесі бойынша аурулар тізбесіне сәйкес тегін көрсетіледі. Мендегі диагноз, миелит деген диагноз Қазақстан бойынша, Қазақстаннан да көрсетілген тізімдерде мен диагноз тіркелмеген. Ең басында оңалту орталықтарына қабылдамады. Себебі мен диагнозым көрсетілмегеннен кейін. Және де болған көптеген дәрігерлер көп кездеспегеннен кейін, сирек кездескеннен кейін емдеу жолын білмейді. Қалай емдеу керектігін. Тек қана осы барлығы айтатындары уақыт керек дейді біріншіден. Екіншіден осылай массаж алып, ЛФК жасап, жаттығу жасап, может, соның салдарынан жақсы болып кетуі мүмкін деп айтады. Миелит диагнозы Қазақстандағы аурулар тізімінде болмағандықтан нақты осы сырқат бойынша оңалтудан өте алмадым дейді Аслан Ысқақов. Тек қуығына нейростимулятор қойдырғаннан кейін сол емнің шеңберінде ұлттық нейрохирургия орталығында реабилитациядан өтіп жатыр. Мен диагнозым болмағанда, тізімде болмағаннан кейін шетелге де мысалға шығуға квота берілмейді. Тек қана осы бірінші топ мүгедек алғаннан кейін, сол мүгедекке байланысты ғана әлеуметтік көмектер беріледі. Ескеретін жайт, бәріне бірдей оңалтудан өтудің қажеті жоқ. Реабилитация негізгі немесе созылмалы ауруды емдеу қажет болғанда, қатты ауырсынудан кейін, хирургиялық оталардан кейін, жарақат алғаннан кейін, сырқат салдарынан адамның қимыл қозғалысы шектелген жағдайларда жасалады. Мен өзім денсаулық министрлігіне жазған жоқпын. Менікіндей диагноз бар адам осы Алматы облысынан жазды. Оларға нақты осындай істейміз деген жауап берген жоқ. Өзімізден сұрап, не істеу керек, қандай көмек керек дегенде сұрады. Бірақ осындай нейроорталықтарға жату керек дегенде ұсыныс бергеннен оған нақты жауап берген жоқ. Бірақ сізде сирек ауру емес, жоғарыда айтылған жағдайлар болса және кешенді тексеру нәтижесінде реабилитация тиімді деп табылса, сіз медициналық оңалтуды амбулаторияда, стационарды алмастыратын емдеу мекемесінде, үйде немесе санаторий курорттық жағдайда өте аласыз. Жоспарлы түрде ем қабылдайтын пациент стационарға ауруханаға жатқызу бюросы порталы арқылы жатқызылады. Қазақстанда неврологиялық аурулардан кейінгі оңалтуда қандай проблемалар бар? Осындай оңалту орталықтары жеткілікті ме? Біздің ел үлкен ғой, енді қаншама өңір бар, әртүрлі қалалардан, әртүрлі облыстардан келетін науқастар бар. Егер әрбір облыста осындай кішігірім орталықтарды ашып, оңалту орталықтары жұмыс істейтін болса, онсыз да осындай миы зақымдалып, инсульт алған немесе сал болып қалған адамдардың ұзақ жол жүріп, қиындықтар көрмеу үшін де ұзақ жол жүрмеу үшін мүмкін сондай ыңғайлы болар ма еді? Сіздің пікіріңіз қандай? Нұр-Сұлтан қаласында бірінші многопрофильный больницада болған, екінші многопрофильный больницада оңалту бөлімшесі бар. Әрбір Қазақстанның азаматтарына аз деп ойлаймын. Өкінішке орай қазір осындай аурулар өте көп, сондықтан әрбір Қазақстанның жерінде түгелі жеткіліксіз, сондықтан кейбір пациенттер осында келіп, нейрооңалту бөлімшесіне емдік алады. Неврологиялық аурулар мен түрлі зақымданудан кейінгі оңалтудың бірнеше әдісі бар. Мысалы, әлемде кең таралғандарының бірі бобат терапиясы. Ол бұлшықет тонусын қалпына келтіруге және қолдың ұсақ моторикасын дамытуға мүмкіндік береді. Бобат әдісі физикалық және психикалық жаттығулар арқылы жүйке жасушаларын қалпына келтіруге бағытталған. Қазіргі уақытта бұл әдіс әртүрлі жастағы науқастарда инфаркт пен инсульттен кейін оңалту, сондай-ақ церебральды сал ауруы бар балаларды емдеу үшін кеңінен қолданылады.
Бізде логопед, психолог жұмыс істеп отыр, дәрігерлер, невропатолог, реабилитологтар жұмыс істеп тұр. Түгеліміз как мультидисциплинарный команда дейтін, біз өзіміз әрбір пациенттердің жеке-жеке емдерін алуға мүмкіндік береміз. Бобат терапиясын британдық мамандар жасаған. 1943 жылы физиотерапевт Берта Бобат және нейрофизиолог Карл Бобат ойлап тапты. Бұл шығыт спастикалық бұзылыстары бар науқастарды ұзақ уақыт бақылау арқылы Берта психика мен дене өзара байланыста, дененің жеке бөліктеріне емес, тұтас ағзаны емдеуде және нығайтуда тиімді екенін анықтады. Ал Карл психотерапия және нейрофизиология профессоры ретінде нейродинамикалық оңалту тұжырымдамасын ғылыми негіздеді. Оны пациенттерге қолданудың практикалық алгоритмін жасады. Тұжырымдама бүкіл әлем бойынша орталық жүйке жүйесі бұзылған мыңдаған пациентке өмір сапасын жақсартуға және өз бетінше қозғалуға көмектеседі.